Небәрі 215 гектар жерде миллионнан астам адам өмір сүреді. Бұл жер бізге лашықтан шыққан миллионер фильмінен таныс. Армысыздар? Саламатсыздар. Саяхаттайымның бұл саны әлемдегі ең үлкен Лашықтар ауданының бірі Даравиге арналмақ. Даравимен қатар бүгінгі шығарылымда Добихат деген жерді де көрсетеміз. Мұнда тәулігіне 17 сағат кір жуумен айналысатын Доби гастасының өкілдері өмір сүреді. Екі ауданның арасы 10 шақырым, көлемі әртүрлі. Бірақ тұрғындарының тұрмысы ұқсас. Арнаға жазылып, пікір қалдырып, видеоны достарыңызға таратыңыз. Ал біз бастаймыз. Бастамас бұрын адамдар сіздерге тесіліп қарау мүмкін екен ескертем. Олар тек қызығат, басқа ойлары жоқ. Өтініш, жаман естесеңіз де ұнатпағаныңызды байқатпаңыз. Мұрныңызды ақырын жабуға болады. Бірақ жиіркенішті білдірмеуге тырысыңыз, жарай ма? Даравиге өзіміз ғана баруға қорықтық. Өйткені мұнда келмес бұрын бұл аудан туралы неше түрлі видео көріп тастаған едік. Сыртқы көрінісі де адамға сенім ұялатпайды. Біріне бірі жапсарласы салынған лашықтарға қарап, жергілікті жұртпен тіл табыса алатымызға күмәндандық. Сол себепті бала кезден осында өскен, әр бұрышты жатқа білетін Фарзан мен Аманның көмегіне жүгінуді жөн көрдік. Ішке кіру қауіпсіз, ауданда полиция қызметкерлері көп. Онымен қоса сіздер бізбен, яғни жергілікті адамдармен жүрсіздер. Сол себепті қорықпаңыздар. Мұндағылардың көбі бізді жақсы таниды. Қауіпсіз десе де Фарзан жол бастап, ал Аман үнемі арттан қарайлап жүрді. Жігіттер бұл жерді туристерге аралатуды кәсіпке айналдырған. Ауданның қай тұсына баруға болатынын, ал қай тұсына жоламаған дұрыс екенін бұлардан артық білетін жан жоқ. Дарави Мумбайдың дәл ортасында орналасқан аудан. Бұл жер 20 ғасырдың басына дейін балықшылардың мекені еді. Кейін мұнда Үндістанның түкпір-түкпірінен Мумбайды бағындырам деп келген жандар қоныстана бастайды. Халық саны жыл өткен сайын көбейіп, үйлер біріне бірі жапсарласа салына береді. Үкімет лашықтарды сүріп, тұрғындарды жаңа үймен қамтамасыз етпек болған. Бірақ оған бірнеше миллиард доллар қажет. Қазір Даравиде миллионнан астам адам өмір сүреді. Көбі шеттен келген мигранттар. Ауданның жалпы аумағы 2,2 шаршы километрді құрайды. Халық тығыздығы 1 шаршы километрге 500 мың адам. Салыстыратын болсақ, Алматыда халық тығыздығы 1 шаршы километрге 2900 адам. Сіздерге осы жердің халқы туралы айтып берейін. Даравиде жұмыс істеп, өмір сүретін адамдар негізінен Уттар Прадеш жақтан келетін мигранттар. Уттар Прадеш деген Үндістанның солтүстік жағында орналасқан штат. Олар осындағы өндірістік орындарда жұмыс істейді. Тұратын жерлері сол өндіріс иелері тарапынан беріледі. Төменгі қабаты жұмыс, үстіңгі қабаты үй. Жұмысшылар тек тамағы мен дәрілеріне ғана шығындалады. Әдетте отбасылары ауылдарында қалады. Олар сол жаққа жылына 1-2 рет барып келеді. Әрқайсысы күніне 150-200 руби арасында ақша табады. Бұл мемлекеттің бекіткен көлемі. Айлықты Мумбаймен салыстырсаң әрине аз, бірақ олардың келген жермен салыстырсаң көбірек. Мигранттар әдетте анда тұрған кішкентай дүкендерден тамақтанады. Олар бір аптаға вегетариандық таңғы ас, түскі ас және кешкі ас үшін 550 рупи алады. Вегетариандық емес тамақ үшін 750 рупи сұрайды. Демалыс күндері тек таңғы ас пен түскі ас береді, кешкі ас берілмейді. Себебі тазалық жұмыстары жүргізіледі. Даравидің ішкі ережелері тәртібі бар. Көпшілік соған бағынады. Мұнда 28 ғибадатхана, 11 мешіт, 6 христиан шіркеуі орналасқан. Жергілікті адамдардың айтуынша олар бірлікте, татулықта өмір сүреді. Дін үшін кикілжің болмайды. Болса талас тек ақша үшін болуы мүмкін. Халық барлық мейрамды бөлінбей бірге қарсы алып, бірге тойлауға тырысады. Байқағанымыз, бұл жердегі ең үлкен дін ол адамгершілік. Айтқанымдай, тұрғындар негізінен мигранттар, ал олардың отбасылары өздерінің ауылдарында қалған. Қайда тамақтанатынын көрдіңіздер. Ал киімін қалай жуады?
Ол үшін киім жуатын каста добилердің көмегіне жүгінеді. Олар осы жұмысшылардың киімін жуып үтіктеп береді. Жууға 50 рупий, үтіктеуге 6 рупий алады. Таңертең апарсаң түнге дайындап қояды. Үтік бір шама ауырлау, көтеріп көргің келе ме? Бес жарым килограмм. Тони Старк темір адамды білесіз бе? Иә, білем. Мына үтікті көтеретін адамдар нағыз темір адамдар. Иә. Даравиге қайта ораламыз. Әзірге киім жуу туралы әңгіме қозғалған екен, ендеше Доби хатты көрейік. Аумағы кішірек демесең, бұл жердің Лашықтар ауданынан айырмашылығы аз. Бір ерекшелігі, кір жууға ыңғайлы болу үшін үйлері арнайы реттілікпен орналасқан. Жанына зәулім ғимараттар салынып жатыр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Қалыңыз қалай? Рахмет, жақсымын. Қай жақтан боласыңдар? Қазақстан. Керемет. Киім жуып жатыр, байқадың ба? Иә. Мұнда тек ер адамдар киім жуады, әйелдер емес. Қонақ үй, аурухана, зауыттардың киімдерін жуады. Анау тұрған ақ қонақ үйдің кірлері. Жасыл ауруханалардың киімдері. Өте үлкен аумақталып жатыр. Барлығы 7000 адам тұрады. Бірақ менің мұнда қатысым жоқ, жай айтып жатырмын. Анау ұяшықтардағы сандар адамдарға берілген. Мысалы 4-ші менікі, 5 сенікі деген сияқты. Күнде кір жуады. Жексенбі, дүйсенбі, мейрам күндері де. Мынау аурухананың киімдері. Ыстық сумен жуылады. Зарарсыздандыру үшін осылай от жағып жуамыз. Әр адам күніне 200-300 киімге дейін үтіктейді. Үнді халқы әлі де касталық жүйемен өмір сүреді. Мысалы, Доби хат атауы Доби кастасына қатысты қойылған. Мұнда тұрып жұмыс істейтіндердің бәрі осы кастаның мүшелері. Доби сөзінің мағынасы да кір жуу дегенді білдіреді. Дәстүрлі түсінік бойынша олар кесапаттылар қатарына кіреді. Яғни касталық жүйенің ең төменгі сатысындағы адамдар саналады. Қоғамда добилердің ата-бабасы кір жуған, балалары да кір жуумен айналысу керек деген түсінік қалыптасқан. Доби хатта басқа кастаның мүшелері кір жумайтыны да содан. Есімдерің кім? Ернар, Жазира. Мен Хаятпын. Танысқаныма қуаныштымын. Хаят, біз мұсылманбыз. Сендер мұсылмансыңдар ма? Мен Хаят. Ассалаумағалейкум. Мен мынаның ішінде тұрамын. Отбасымда осында тұрады. Тек соңғы кездері мына аяғым ауырып жүр. Химикаттармен жұмыстың қиындығы әсер етсе керек. Жұмыс таңғы 4-те басталады. Кешкі 9-ға дейін жалғаса береді. Күніне 14-17 сағат жұмыс істейміз. Демалыс, мереке жоқ. Қонақ үй, аурухана, мектеп, түрлі компаниялар, Мумбайдағы барлық ұйымдар кірлерін осында жуғызады. Бір отбасыға бір тұрғылықты жер және бірі осындай кір жуатын ұяшық береді. Бұл отбасылық кәсіп. Мұндағылардың әкесі, аталары да осымен айналысқан. Айтпақшы, Доби хатта кір жуумен тек ер адамдар айналысады. Өйткені ол өте ауыр жұмыс саналады. Ал әйелдер киім кептіріп, жинауға көмектеседі. Тұрғындардың табысы аз. Бірақ аталарынан мұра етіп алған кәсіп болғандықтан көбі бұл істі тастап кете алмайды. Қолмен жуатын жұмысты 3 адам бірге атқарады. Ал джинс, шалбар сияқты ауыр киімдерді машинамен жууға тырысамыз. Оған бір адам қарайды. Қолмен жуғанда бірінші осы жерге жақсылап езіп алып, сосын тасқа қатты ұрады. Күніне шамамен 1 миллион кір жуылады. Бір үйге 1000 киім беріледі. Бұл жерде барлығы 826 үй бар. Ай сайын 350 рупий мемлекетке салық төлейміз. Бізге 24 сағат тегін су беріледі. Тұратын үйде тегін. Әйелім мектепке кетті. Балам оқушы, соны алып келеді.
Анау тұрған менің үйім, ал мынау мен кір жуатын жер. жазира лашықтан шыққан миллионер фильмін көргенсіз бе? Сол фильмді бастан аяқ Даравиде түсірген деп айтатындар бар. Бірақ ол өтірік. Тек екі сахнаның түсірілімі Даравиде болған. Қалғаны студияда немесе Даравиға ұқсас жерлерде өткен. Фильмнің басында полиция бас кейіпкерді қуат, ол сол кезде анау отырған платформадан секіріп қашады. Қазір біз тұрғын ауданға қарай барамыз. Арғы бетке өтеміз. Жолда байқап жүріңіздер, жарай ма? Тұрғын ауданға кірген соң қай жерде видео түсіруге болатын өзім айтамын. Біз қазір тұрғын ауданға кірейін деп тұрмыз. Кірмей тұрып сіздерге ескертейін. Жер тайғанақ болу мүмкін. Аяқтарыңызға қараңыздар. Ал шатырлар өте төмен. Бастарыңызды байқаңыздар. Ортасымен жүреміз. Оң жақпен не сол жақпен емес. Ортасымен жүріңіздер. Себебі бізде ашық электр қораптары бар. Дарави халқы қалай өмір сүретінін көресіздер. Адамдардың жеке шекарасын бұзбау үшін көп видео фото түсірмеңіздер. Тек көшені түсірсеңіздер болғаны. Тұрғын ауданға көлік кірмейтінін мына видеодан да түсініп тұрған шығарсыздар. Үйлердің жақын орналасқаны соншалық, қуыста екі адам қатарласып жүре алмайды. Кей тұсында тоқ салбырап тұратындықтан бойды тік ұстау мүмкін емес. Ешкімнің үйіне бас сұқпадық, бірақ сырттай байқағанымыз адамдар 4 шаршы метрлік бөлмелерде де өмір сүріп жатыр. Теледидар, тоңазытқыш бар, бірақ еш қайсында дәретхана жоқ. Мұндағы жұрт ортақ дәретханаға барады. Мынау мектептеріміздің бірі. Мынау балабақша, ана жақтағы бастауыш мектеп. Және жоғары сынып бөлімі. Мұндағы жұрт білім алып, оқуға жет екен түсінеді. Балалардың 60-80% мектепте оқиды. Ауданда 5 жеке мектеп, 16 жергілікті мектеп, 12 жоғары сынып мектептері бар. Жалпы 17-18 мектеп. 17 жаста оқушылар жоғары сыныптарын бітіріп, одан кейін университетке кетеді. Бірақ Даравиде жоғары оқу орны жоқ. Тек сол үшін ғана сыртқа шығуға мәжбүрміз. Ауданымызда одан басқаның бәрі бар. Расында сыртқы көрінісіне қарамастан Даравиде бәрі бар. Тіпті өндіріс орындары, халыққа қызметін көрсетіп отырған жеке кәсіпкерлер көп. Аудандағы бизнес өкілдері жылына 1 миллиард ақш доллары көлемінде пайда келеді. Біз қазір өндіріс ауданына келдік. Мына жерде көріп тұрған үлкен қорапта пластиктер бар. Алдымен бір адамдар Мумбайдағы үйлерге барып, олардың қоқыстарын жинайды. Сосын қоқысты сол аудандағы арнайы мекемеге сатады. Ал ол мекеме ішінен пластикті бөліп алып, осында келеді. Күніне Мумбайдан шығатын қоқыстың 40%-ын Дарави қайта өңдейді. Менің атым Имранхан. Біз тері кәсібімен айналысамыз. Сонымен қоса, өзіміздің үйіміз Даравиді де жарнамалаймыз. Дарави енді лашық емес. Бұл жер бренд сатылатын дүкен. Бүкіл әлемге танытып жарнамалағымыз келеді. Сапалы жұмыс жасайтынымызды көрсеткіміз келеді. Адамдарға ұнап, саудамызды жақсы жүріп жатыр. Бұл кәсіпті менің әкем 1977 жылы бастаған. Сол кісі үлкен бастық. Бизнесті ашқанда 100 рубей ғана болған. Оның өзін енесінен қарыз қалған. Сосын Мумбайға келіп, өте көп еңбек еткен. Бір кішкентай тері машинасымен бастап, күніне 16-17 сағат жұмыс істейтін. Қазір миллионер болды. Негізінде біз көптеген брендпен жұмыс жасаймыз. Себебі біз тері өндіреміз. Бүкіл Үндістан бойынша тері және теріден жасалған өнім сатамыз. Көп адам тері сатып алып, содан өздері әртүрлі бұйым жасап алады. Әлем бойынша корпоративтік сыйлық заттарын сатамыз. Дарави туристер көп келетін жерлердің бірі. Адамдар Азиядағы ең үлкен лашықты көргілері келеді. Олар да біздің дүкеннен зат алады. Мына жерде ағаштан ғибадатханалар жасалады. Индуистер бұл ғибадатханаларды үйлеріне
жұмыс орындарына апарып қойып оларға сыйынады. Ерекшелігі мұның бәрі қолөнер туындысы. Екінші ерекшелігі бұл ғибадатханаларды жасап жатқан шеберлер мұсылмандар. Бұл да адамдардың қандай бірлікте өмір сүріп жатқанын көрсетеді. Watch this. चाचा कपड़े पहन लो कपड़े पहन लो Намасте. Жоқ, бұл кісілер мұсылман. Бұл кісілер мұсылман. Ассаламағалейкум. Ал мынау киім бояйтын өндіріс. Фабрикалардан келген ақ түсті маталарды тапсырыс берушінің талаптарына сай түске бояумен айналысады. Алдымен үлкен алюминий ыдысты суға толтырып қайнатады. Кейін матаны салып, бояуды қосқан соң үлкен ағашпен айналдырып отырады. Су кезінде матаның түсі өте қою болады. Бірақ кепкен соң кішкене ағарады. Сол үшін фенмен бір бөлігін кептіріп, түсін тексеріп көреді. Егер сәйкес келсе, оны үтіктеуге жібереді. Сосын киім тігетін тігіншілерге тапсырады. Олар керек киімді тігіп, компанияларға өткізеді. Ал компаниялар өз логотиптерін қойып, қымбат бағаға сатады. Бұл адамдар кішкене көбірек ақша табады. Шамамен күніне 500-600 рупий. Себебі олар білікті жұмысшылар. Түсті сәйкестендіріп бояу үшін қабілет керек. Және де олардың жасына қарап, тәжірибесін біліп тұрған шығарсыздар. Қазір жұмыс аз. Жұмыс көп болғанда мына жер сұмдық болады. Бірнеше сағат жүргеннен кейін жігіттермен қоштасып, көшені өзіміз аралайық дедік. Уақытымыз қызық өтті. Балалармен крикет ойнап доп тептік. Бала қай жерде де бала ғой, ақ көңіл жайдары. Бір түсінгеніміз, Дарави біз ойлағандай қауіпті емес екен. Алғаш келгенде елдің тұрмысынан шошисың. Бірақ олармен тілдессең, мұнда да өз тіршілігімен айналысып жүрген қарапайым жандар тұрып жатқанын түсінесің. Әрине, сақтықты да ұмытпаған жөн. Алайда, қатты қорқудың да қажеті шамалы. Кең дала, таза ауаға үйреніп қалған біз үшін бұл жерде өмір сүру мүмкін еместей көрінеді. Осындайда еліңнің қадірін түсінесің, шүкіршілік етесің. Ал сіздер Даравиді көріп не ойладыңыздар? Пікір жаза кетіңіздер. Осымен біздің Лашықтар ауданына арналған шығарылым аяқталды. Бірақ сапарымыз әлі де жалғасады. Енді пойызға мініп Мумбайдан Делиге аттанамыз. Арнамызды қолдап, видеоның таралуына атсалысыңыздар. Баршаңызға рахмет. Көріскенше.